Мөлдір ханым, дипломыңыз құтты болсын. Жақсы жаңалықтар естіп жатырмық, сол жайлы бөлісіп жіберсеңіз. Көп рахмет. Диплом деген қазіргі таңда барлық психолог, коуч, энерготерапевттерге өте қажет. Бұрындары біздер тек қана сертификатпен жұмыс жасадық та. Сертификат ол кезде жарамды болды. Бір басымызда 10-15 сертификат бар. Әртүрлі мамандардан оқып алған. Ол пайдаға аспай қалды деп айту емес бұл жерде. Қазіргі енді Қазақстанның заңы бойынша 2026 жылдан бастап әрбір адам өзінің мамандығындағы дипломмен жұмыс жасау керек деп жатыр. Мысалға, психолог болса дипломированный психолог, энерготерапевт болса дипломированный энерготерапевт, коуч болса дипломированный коуч деген қағазы болса ғана жұмыс жасалады. Қазір тексеру өте қатты болып жатыр. Сондықтан да бізге бір енді былтырдан осындай сигнал келіп, осы дипломды жыл жарымның ішінде оқып, өзіме алып, және басқа адамдарға беретін деңгейге шығып жатырмын. Молодец. Сонда академияларыңызда уже диплом беріп бастадыңыздар ма? Аккредитациядан өтілген маман ретінде қазір біздер Қазақстанның барлық жерінде онлайнда, офлайнда диплом беретін деңгейге шығып жатырмық. Ол дипломды алу үшін не істеуіміз керек? Неше ай оқытасыздар? Бұл дипломды оқу бар жоғы 3 ай. 3 айдың ішінде сіз тек қана менімен жұмыс жасамайсыз. Бұл жерде басқа да мамандармен жұмыс жасайсыз. Мысалға, көп адамдар сертификатты кезінде алды, қалай бар солай жұмыс жасап, өзінің табыс көзінде аша алмады, өзінің сенімділігінде көтере алмады. Басқа келген клиенттермен де жұмыс жасаған кезінде екі ортасындағы қарым-қатынастар, договорлардың болмағанның себебінен көп өкпе-реніштер болды, недовольны клиенттер болады мысалға да. Енді әрбір адам бұл жерге келіп тұрғанда просто келіп тұрған жоқ. Біреудің жаны ауырып келіп тұр, біреудің тәні ауырып келіп тұр, біреудің отбасы, біреудің ақшасы деген нәрсеге адам нақты жаңағы білімді болу үшін, білімді беру үшін, ол ең бірінші өзіне сенімді болу керек. Оған сенімділікті қайдан аламыз? Мысалға, ол өзімізбен жұмыс жасап жатыр, бірақ сенесіз бе, бір осы қағаз адамға кәдімгідей сенімділік береді. Өйткені бар ғой енді жоғары оқуды оқымаған адамдар да бар, бірақ сертификатпен жұмыс жасап жатырық та. Сондай адамдарға мысалға уже сен жоғарғы орында оқып, диплом алдың деген, бұл кәдімгі заңдастырылған. Россия, Қазақстан, басқа да мемлекеттермен қазақ тілі, орыс тілінде де алуға болатын диплом. Тек қана бір бағытта емес. Сондықтан да қазіргі таңда өзінің азғантай болсын клиенті бар, азғантай аудиториясы бар, или менде жоқ, мен осы бойымда осындай бір қасиетім бар еді, осындай қабілетім бар еді адаммен жұмыс жасайтын деген екі түрлі бағытта да қарастырылған. Мысалға, сіз 0-ден бастаймын десеңіз де, біз сізге ең бірінші, мысалға, коуч болатын болсаңыз, оның бағытын, жоқ, мен телесный терапевт болам десеңіз, тек мына адамның тәнімен жұмыс жасаймын. Енді көп адамдар біледі ғой, что тек қана қазір баспен емес, адамның денесінде блоктар көп болады. Осы денедегі блоктарды жаңағы шешетін құралдар бар екен. Сол құралдар арқылы жұмыс жасап, дипломды алып, әрі қарай табыс көзіне айналдырып, басқа адамдарға да себепші болам деген жандарға біздің есігіміз ашық. Енді бір жағдайда мынандай адамдар бар да, менде барлығы бар, клиентім де бар, сертификатым да бар, бәрі жетіп тұр, тек қана диплом керек десеңіз де, оны да аласыз. Баға жағы әртүрлі болады. Енді 0-ден бастаған адамға, маманға басқаша қызмет көрсетіледі, ал бәрі бар, тек қана диплом керек деген адаммен де жұмыс жасаймыз. Тек дипломды беріп жібермейміз ол жерде. Дипломның ішінде айтып отырмын ғой, қалай келген клиентіңмен қарым-қатынас құру, қалай олмен договорға отыру, чтобы ол жауапкершілікті келген клиент өзіне де алу керек болады. Сіздің тарапыңыздан не беріледі, не затқа жауап беріледі. Кейбір кісілерде болады, сеанс барысынан кейін ода көтеріліп кетеді. Мысалға, ақша жағы болса құлдырап кетуі мүмкін, қарым-қатынас болса онан сайын күшейіп, ұрыс-керіс көтеріліп кетеді, денсаулық болса онан сайын әлсіреп кететін. Сондай моменттерде қалай ол клиент жауапкершілік алады, сіз ол жерде қалай әрі қарай көмектесе аласыз, бойыңыздағы қорқынышты көтермеу, әрі қарайда болып жатқан жағдайларды орын-орнына рет-ретімен қоятын жолдарды береміз. Көп энерготерапевттер, психологтарда ондай қорқыныштар көп. Себебі
келген клиент мысалға сізге претензия айтуы мүмкін, бірдеңені ожидать етіп келеді, жаңағы менде результат болмай жатыр деген негативный нәрселер көп болып жатқанда, сол жақпен қалай көбірек жұмыс жасау, оны договормен қалай келісу керек. Көп психологтарда, телесный терапевттерде договор жоқ. Келеді, екі ауыз сөзбен ары қарай емін жасап қоя береді. Бірақ олармен договорға отыру керек. Сол кезде ол адамның да өзінің өміріне жауапкершілігі оянады. Результатты қалай күту керек, қалай күтпеу керек. Соның барлығы қағаз жүзінде түсіндірілсе, сөзбе сөз түсіндірілетін болса, көп адамдар тезірек оянады. Қазіргі жаңағы мамандардың көп жасап жүрген қателігі, келген кісіні алады, тез жаңағы разборын жасап береді, жаңағы телесный процесін жасап береді де қоя береді. Оның ар жағында не болып жатыр, оның жауапкершілігін біреулер алып, переживать етіп кетіп жатады мамандардың өзі. Не болмаса менің жауапкершілігім бестеп, оның өзіне ысыр тастап, екі ортада келіспеушіліктер көп болады. Соның барлығы болмау үшін шынымен де біздер нотариуске барған кезде, басқа барған кезінде договор береді ғой. Қазір мектепке барып жатсаң да, балаң садикке барып жатсаң да договорге қол қойғызады да. Сол сияқты мына екі адамның ортасында договор болу керек. Бізде сол дайын договорлар бар. Қарым-қатынас екі клиент пен маманның ортасында қандай сөзден басталу керек, қандай сөзден аяқталу керек, келген кезіндегі состояниесі мен шығар алдындағы состояниесін жаңағы өзінің нақты сұрақтарымен анықтап отыру керек. Каждый клиентпен сен келгенде жаңа осыны айттыңыз ғой, кетіп батқанда осы нәрсеңіз қалай болды дегенде, уже клиентіңіз сіздің шықпай тұрып результат алғаны осы жерден сезініп кететін мықты құралдармен жұмыс жасап жатырмық. Сонда түсінгенім бойынша, сіз мына дипломда жаңадан мен мысалға жаңа бір мамандықты игергім келеді деген адамдарға да ұсынасыз. Бұрыннан кәсіби кәдімгі жасап жүрген энергопрактик, жаңа өзіңіз айтқан сияқты психологтарға да ұсынасыз. Солай ғой, Ал енді тағы бір сұрақ, осы келген жаңа сіздің алдыңызға диплом алам деп келген адаммен мысалға қазіргі таңда өзіңіз көріп отырсыз, әлеуметтік желі арқылы көбіне сатылады ғой енді. Сол жағы қалай болады? Сол жағы өте жақсы сұрақта. Мысалға мен 10 жылдың үстінде сату деген менде проблема. Білімім жақсы, адамдарға көмектесіп тұрмын. Бәрінде результат болып жатыр, бірақ сату жағында мына өзімді сата алмаймын, өзімнің кәсібімді сата алмаймын. Кәсіп қой енді бұл да менің де. Соны жалпақ тілмен айтқанда жем боласың. Жаңағы таргетке бересің, SMM-ге бересің, видео түсіретінге бересің, тағыға бересің, біреудір. Өйткені мен ол саланың мамандығы емеспін ғой. Мен түсінбеймін. Олардың айтқан бірде жасасам, бірде жасамаймын да. Сол кезде жаңағы ақшаң, уақытың кетіп жатады. Ал енді біздің академияда сіз жаңадан келіп отырсыз ба, ең бірінші сіздің жаңағы өзіңіздің психологияңызбен жұмыс жасап отырық, сенімділігіңізбен жұмыс жасап отырық. Содан ары қарай сізде тағы бірнеше мамандар жұмыс жасайды. Қалай сату керек? Ең бірінші өзіңді қалай сатуың керексің? Өніміңді қалай сатуың керексің? Қандай желілерге салу керексің? Қай уақытта, қандай кезде? Соның барлығын қосымша сабақ ретінде сіздерге оларды кәдімгідей 3 айдың ішінде бізбен бірдей жұмыс жасап отырады. Сіз бір жағыңызды емес, жаңа қос қанат дейді ғой, екі қанатыңызды бірде ашып, міне білікті маманмын, дипломированный, және өзімнің кәсібімді өзім қалай сататын мамандықтың иесі бола шығасыз. Айналып келгенде сіз мына мамандықпен де жұмыс тауып кете аласыз, басқаларға сатуға көмектесіп, онымен де сауда жасап кетуіңізге болады да. Былай қарағанда бұрынғыдай оқылған бір бағытта оқылған сертификат шаң басып қалмайды. Бұл жерде бір дипломды ала отырып, бірнеше маманның да иесі олардың мүмкіндігіңіз бар. Ұтылмайсыз дейсіз ғой. Керемет. Енді бір адам наставник болған кезінде бәрібір эго деген нәрсе бар ғой да. Бір адам айтқан кезінде бірін естісек, естімей қаламыз. Сізбен бірнеше маман жұмыс жасап отырғанда сол бір бөлге қайта-қайта түсе бересіз ғой енді. Жаңағы
СММге барасың, ол бүй деп айтты, жаңағы маркетологқа бардың бүй деп айтты, продюсерге барып бүй деп айттың, психолог бүй деп айтты деп бәріне бірдей ренжу мүмкін емес қой. Значит, сол кезде проблема менде шығар деген ойлар да келуі мүмкін. Сол бағытта сізді айтып отырмын ғой, нөлден кәдімгі үлкен жетістікке жеткізетін, жетпеуіңе қоймайтын бір күшпен жұмыс жасаймыз деп айтуға болады. Командамен дейсіз Иә. Бұл жерде бірнеше адам біріккеннен кейін уже біз бір-бірімізге бағыт бере отырып командамен жұмыс жасаған кезде сіз сол команданың ішінде әйтеуір бір жерде жарып шығасыз деп ойлаймын. Керемет. Енді құпия болмаса бағасын білуге бола ма, әлде хабарласу керек па жерге? Бағасы бізде екі түрліге бөлініп тұр, екі бағытқа бөлініп тұр. Жаңағы айтып отырмын ғой, 0-ден жетістікке дейін элементе бәрі бар, тек қана жаңағы дипломды ғана аламын, бір-екі кеңесіңді аламын деген адамдардың бағалары әртүрлі болады. Сондықтан ең бірінші сіздер хабарласыңыздар, сіздің бағытыңызды қарайық. Может, сіз сертификат алдыңыз, ол қандай бағытты алдыңыз, ол сізге қалай көмектесіп жатыр, клиенттеріңізге қалай көмектесіп жатыр, соны анықтауымыз керек болады. Сізге мүмкін басқа мамандардың да көмегі керек шығар. Да? Қазір мен мынау миллион тұрады, мынау 2 миллион тұрады деп айтсам, сіз ары қарай келмеуіңіз екі талай. Лучше келіп, разборыңызды тегін алыңыз. Шынымен де сізге бұл диплом керек па? Шынымен де бұл маман сізге керек па? Бұл сіздікі ма? Соны анықтап алайық. Содан кейін ары қарай сізге сол жерде ценасы айтады, шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Керемет. Рахмет.